Қысқа өмір өкпе ренішпен өтпесін. Таң жаңа ғана атқан сияқты еді. Қарасам кешкі 8 болыпты. Дүйсенбі деп тұрып жатыр едік. Бүгін жұма болып қалыпты. Осылай ай өтті, осылай жыл өтті. Осылай 30, 40 және 50 жыл өміріміз өте қалыпты. Қарасақ, жанымызда кейбіреуіміздің әке-шешеміз, жан достарымның кейбір жоқ. Қайта оралуға кеш екенін түсінеміз. Солай. Ендеше қалған уақытты мейлінше қайырлы қылып өткізейік. Өзіңе ұнайтын тірлікті істеуге ұялма. Сұр көйлегіңе қызыл алқа тағудан қысылма. Жүрекке жылу беретін ұсақ түйектерге жылы жымиюды үйрен. Уысымыздан суысып кетпеген уақытымыздың қадірін білейік. Сосын деген сөзден құтылып көрейікші. Мен мұны сосын істермін, сосын айтармын, кейін ойланармын. Маңызды істердің бәрін кейінге қалдыра береміз сосын. Оның бәрі біздің еншімізге бұйырар бұйырмасын ойламаймыз. Себебі ең маңыздысын түсінгіміз келмейді. Сосын шай суып қалады. Сосын құндылықтар өзгеріп кетеді. Сосын жыл бітеді. Сосын денсаулық нашарлайды, сосын балалар есейіп кетеді. Сосын уәде ұмытылады. Сосын күн түнге ұласады. Сосын өмір өтіп кетеді. Сосын ылғи кеш қалып жатамыз, сондықтан ештеңені кейінге қалдырма, себебі сосында күтіп жүріп, өмірдің ең жарқын сәттерін өткізіп алуы мүмкін. Бауырыңнан, не досыңнан айырылып қаласың. Шын сүйген адамың қайрылмай кетіп қалуы мүмкін. Өкінгенмен уақытты кері қайтара алмайсың. Ең жақсы тірлігіңді, ең жақын бауырыңды, ең жақын досыңды, отбасыңды, бүгініңді осы сәтті өткізіп аласың. Қазір істеуге тиісті жұмысты ертеңге қалдыратындай жаста емеспіз. Сондықтан әлі де кеш емес. Бұл сәтті ертең ешкіммен бөлісуге ниетті болмайсың. Бәрін қазір істе. Көбіміз өмір жолын сатылмаймыз. Бірақ жолды қалғандай. Таулардың қастарында жүрген кезде таулардың биіктігін асқармаймыз. Ақыл айтпай үндемей жүрсін дейміз. Өз отбасым, өз балам, өз қызым бар, бізден бөлек өздері тұрсын дейміз. Өлген соң жүрек жылап сағынамыз, түске кірсе кетпе деп жалынамыз. Кім біледі, ата-анамыз қайтып келсе жүрер ме едік бұрынғыдай, тағы да біз.